Бәріне сәлем оқушылар. Бүгін сіздермен Rhythm of Physics каналы. Бүгін біздің қарастыратын тақырыбымыз кинематикаға кіріспе тақырыбы. Ал ендеше кет. Бүгін біздің оқитын тақырыптарымыз ол материялық нүкте, қозғалыс траекториясы, орналастыру және жол және қозғалыстың салыстырмалылығы. Ең алдымен кинематика деген не деген сұраққа жауап беріңіздер. Ойланып көріңіздер. Кинематика дегеніміз қозғалысты зерттейтін физиканың бөлімі болып табылады. Ол қозғалыстың себебін қарастырмайды, қайда, қашан және қалай қозғалады деген сұрақтарға жауап беріп, осыны сипаттайды. Мысалы, автобус 1 сағатта 60 км жол жүрді десек. Ол қай бағытта келе жатыр, не үшін келе жатыр, бұл себептерді қарастырмайды, тек қана нақты факторды айтады. Ал ендеше келесі тақырып ол материялық нүкте. Материялық нүкте дегеніміз өлшемі ескерілмейтін, бірақ массасы бар дене. Яғни қозғалыс сипатында өлшемі маңызды болмаса, біз оны материялық нүкте деп аламыз. Мысалы, жаңағы алдыңғы мысалда мен айттым, автобус 1 сағатта 60 км жол жүрді деп. Яғни оны былай белгілесек болады. 1 сағатта осындай қандай да бір 60 км жол жүрді. Бірақ бұл жерде біз мысалы автобус деп айтып тұрмыз ғой. Бірақ біз оны нүкте деп аламыз. Өйткені бізге автобустың өлшемі қажет емес. Біз оны ескермейміз. Оның массасы, ұзындығы, ені қажет емес. Сол себепті біз оны кішкентай бір нүктеге дейін апарып, нүкте деп қарастырамыз. Ал ендеше ары қарай кеттік. Траектория. Траектория дененің қозғалған кездегі сызған ізі болып табылады. Траекторияның бірнеше түрлері болады. Түзу сызықты, яғни түзу жолмен, ол мынандай болады. Немесе қисық сызықты, яғни шеңбер, парабола деген сияқты мынандай болуы мүмкін, мынандай болуы мүмкін. Мысалы, осы траекторияға қызықты бір мысал ол ЭКГ. Жүрек қағысын зерттеген кезде бізде мысалы жүректің қағысы қандай да бір із құрады. Біз оны траектория деп атаймыз. Ал ендеше келесі тақырып жол және орын ауыстыру. Жол дегеніміз бізде S деген әріппен белгіленеді. Ол нақты жүрген қашықтықты белгілейді. Яғни қандай да бір жүрілген жол, мысалы жаңағы ЭКГ деп айттық қой. Соның барлығы жүрген мынандай бір жолы, осының барлығын, қанша ұзындығын барлығын ескереді. Ал орын ауыстыру дегеніміз бастапқы мен соңғы нүктені қосатын түзудің ұзындығы болып табылады. Яғни біз мына жерден мына жерге дейінгі ғана қашықтықты қарастырамыз. Осыны мен сіздерге Фет Колорадо бағдарламасы арқылы көрсеткім келіп тұр. Сіз Фет Колорадо Interactive Simulations деген бағдарламаға қосымшаға кіріп, осы Energy Skateboard деген simulation'ды таңдап кірсек болады. Мысалы, мынаны таңдайық. Ал ендеше қазір біз мына скейттағы адамды жүргізетін боламыз. Не көрдіңіздер ғой? Ол қандай да бір А пунктінен Б пунктіне дейін қозғалады. Бірақ ал тоқтатайық. Дегенмен, бізде бұл жерде орын ауыстыру мен жолдың айырмашылығы бар. Яғни, осы скейттегі адамның орын ауыстыруы немесе жолы осы арқылы белгіленеді. Бұл дегеніміз бізде жол. S деп белгіленеді. Ал бұл А пунктінен Б пунктіне дейін жеткен қашықтық ол орын ауыстыру деп белгіленеді. Мысалы, бізде дәл осы мысалда орын ауыстыру 3 метр болуы мүмкін. Ал жол 7 метр болуы мүмкін. Яғни түсінгенімше, бізде жолда қандай бөгеттер болса да, біз қандай қашықтықта жүрсек те, ең бастысы орын ауыстырудың мақсаты А пунктінен Б пунктіне дейін жету. Және де сол ара қашықтықта қандай ұзындық болды, біз соны ғана ескереміз. Яғни түзу сызықты жолмен ескереміз. Ал ендеше ары қарай кеттік. Және мен сіздерге осы жерде тағы бір мысал көрсеткім келіп тұр. Мен өзім 11-ші сыныпта ұбт-ға дайындалған кезде біз осындай физика кабинетінде отыратынбыз. Және де көріп тұрғандарыңыздай бізде артымызда осындай бірнеше жұлдыздардың суреттері болатын. Және де мен ең алғашында физиканы зерттеп бастаған кезде осы орын ауыстыру және жол дегеннің айырмашылығын түсіну үшін осы жұлдыздарға қарап білетін. Мысалы, мына жерде келтірілген мысал ол 7 қарақшы жұлдызы. Біз білеміз, ол 7 жұлдыздан құрылған. Яғни, егер біз мына қазір қандай да бір 2 жұлдыздың арасын 1 метр деп қарастыратын болсақ, ендеше бұл жерде бізде жол 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Жол бізде 7 метрге тең болады. Ал орын ауыстыруды табу үшін
біз 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 деп келеміз. Яғни ол осы пунктке қайтадан қайтып келеді. Сол себепті бізде А пунктінен Б пунктіне дейінгі жол, яғни орын ауыстыру, бізде 3 метрге тең деп аламыз. Ендеше ары қарай кеттік. Келесі тақырып бізде қозғалыстың салыстырмалылығы. Біз білеміз, қозғалыс әрқашан салыстырмалы болып табылады. Дене басқа бір денеге қатысты қозғалады. Және де осы жерде бақылау нүктесі өте маңызды. Яғни біз кімнің көзқарасынан осы бір денеге, осы бір қозғалысқа қарап жатырмыз. Мысалы, көлеңке. Біз қандай да бір затты алып, оған мысалы фонарикпен осылай нететін болсақ, осы қарындаш және фонарик деп есептейік. Осы екеуін бүйтіп қозғалтсақ, және де бір тақтаға ма бір жерге қойып, егер біз осы қарындашты қозғалтсақ, бізде осы қарындаштың көлеңкесі қозғалатын болады. Дегенмен, бізде қарындаштың көлеңкесі жерге қатысты қозғалады, я қарындаштың өзі фонарикқа қатысты қозғалады. Дегенмен, бізде фонарик қозғалмайды. Ал егер біз былай істейтін болсақ, бізде сурет дәл сондай болады. Яғни көлеңкеміз дәл солай қозғалады. Дегенмен біздің қарындашымыз, яғни денеміз жерге қатысты қозғалмайды. Осы жерде біз бақылау нүктесінің маңыздылығын және қай дегеннің қозғалып жатқанын білу маңызды екенін түсінеміз. Тағы бір мысал, 2 адам қозғалысы деп айтсақ, бізде ол 2 қарындаш болады. Яғни біз қазір мына қарындаштарды алып, біреуін ғана қозғалтатын болсақ, яғни осылай. Бұл қарындаш жерге қатысты қозғалды, я. Мына қарындашқа қатысты қозғалды, бірақ бұл қарындаш қозғалмады. Дегенмен, екеуін бірге осылай жүргізетін болсақ, бізде 2 қарындаш бір-біріне қатысты қозғалмады, яғни олардың арақашықтығы өзгерген жоқ. Дегенмен, олар жерге қатысты қандай да бір жол жүріп шықты. Осы бізде қозғалыстың салыстырмалылығы деп атайды. Ал ендеше практикаға келетін болсақ, көрейі Спанч Боб. Бізге мынандай мысал берілген екен. Спанч Боб Крабсбургерді жеткізу үшін Красти Крабтан шығып 300 метр түзу жүрді. Жолда досы Патрикпен кездестіріп, онымен бірге 200 метр оңға бұрылып жүрді. Олар қате бағытта жүргенін түсініп, 100 метр артқа қайтты. Содан кейін олар тікелей үйге апаратын жолды тауып, 250 метр жүріп Крабсбургерді жеткізді дейді. Ал бізден сұрайтын сұрақтар: жалпы жүрілген жол, орын ауыстыру мәні, қозғалыс траекториясын сызып көрсету және Патрик қосылғаннан кейін Спанч Бобқа қатысты қозғалды ма? Ал ендеше бірінші сұраққа жауап берейік. Жалпы жүрілген жол дейді. Спанч Боб Крабсбургерді жеткізу үшін Красти Крабтан шығып 300 метр жол жүрді дейді. Бізде білеміз, жол деген S, яғни барлық жүрілген жол. Сонда бізде 300 плюс жолда досы Патрикті кездестіріп, онымен бірге 200 метр оңға бұрылып жүрді, 200 плюс олар қате бағытта жүргенін түсініп 100 метр артқа қайтты. Біз оны да ескереміз. 200 жүрді да қайттан 100 қайтты. Ол да бізде жолға болып саналады. 100. Сосын олар тікелей үйге баратын жолды тауып 250 метр жүріп Крабсбургерге жеткізді дейді. Сонда бізде в общем шығатын жауап болады 500, 600, 850 метр деген жауап. Ол бізде жүрілген толық жол болып табылады. Ал ендеше келесі сұрақ бізде орын ауыстыру. Біз жаңа көрсеткендей, ол тікелей 300 метр жүрді, одан кейін 200 оңға бұрылды, бірақ 100 артқа қайтты дейді. Яғни біз осы бөлікті жолдан алып тастаймыз. Бұл жерде біз 100 метрге барып, сосын 100 метрге қайттан артқа қайттық. Сонда бізде толық жүрілген жол 200 метр болып табылады. Сонда біз бағанағы тапқан S-тен 850 метрден 200 метрді азайтамыз. Сонда бізде шығатын жауап 650 метр, бірақ бізде ол орын ауыстыру. Ал ендеше келесі сұрақ: қозғалыс траекториясын сызып көрсету дейді. Біз жаңа сызып көрсетіп бастадық. Ол басында бір клетканы 100 метр деп алатын болсақ, былай көрсетейік. 300 метр жүрді дейді, кейін 200 оңға, сосын 100 қайттан артқа, сосын 250 тікелей жүріпті. Сонда біздің қозғалысымыз осындай болады. Енді бізде соңғы сұрақ: Патрик қосылғаннан кейін Спанч Бобқа қатысты қозғалды ма дейді.
Бізге мына екінші жолда айтып тұр. Жолда досы Патрикпен кездесіп, онымен бірге 200 метр оңға бұрылып жүрді дейді. Яғни, олар екеуі бірге жүрді. Я олар жерге қатысты қозғалды 200 метр, дегенмен бір-біріне қатысты қозғалмады. Сонда біздің сұрағымызға жауабымыз Патрик қозғалғаннан кейін Спанч Боб қатысты қозғалмады. Ендеше сабағымызды қорытындылап кетсек, бүгінгі сабақта біз кинематика деген не деген сұраққа жауап бердік, материалдық нүкте, жол және орын ауыстыру, одан кейін қозғалысын салыстырмалы деген тақырыптарды қарастырдық. Және де жол және орын ауыстыру деген тақырыпқа байланысты Fed Colorado қосымшасы арқылы сіздерге симуляциямен айырмашылығын көрсеттім. Бүгінгі тақырыптар сізге түсінікті болды деп ойлаймын. Ендеше түйіндісін айтсақ, кез келген қозғалысты сипаттау үшін бақылау нүктесі мен траекториясын дұрыс таңдау өте маңызды болып табылады. Бүгінгі тақырып сіздерге түсінікті болды деген ойдамын. Өздеріңіздің пікірлеріңізді жазсаңыздар болады, сұрақтарыңыз болса қойсаңыздар болады. Лайк, комментарий жазып, подписка деген батырманы басып, келесі видеоларды кездескенше сау болыңыздар.